Баршаңызға сәлем. Достар, сіздерге қазір мынадай браслетті қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Ол үшін біздерге бисер қажет және мынау 3 мм хрусталь тастарымыз қажет болады. Мен сіздерге көрсету үшін 2 мм жемшікпенен 4 мм жемшікті алдым. Ал негізінде 3 мм хрусталь менен майда бисер қажет болады. Ал бастайық онда. Жібіміз керек. Инеміз керек. Жібіміздің ұшына стопорный бисерімізді қойып қойдық. Енді инемізге 6 бисерімізді алатын боламыз. 3, 4, 5, 6. Міне. 6 бисерімізді өткізіп аламыз. Инеміздің ұшына дейін алып келеміз. Енді осы жерде 2, 4, 6. Міне. 3 бөлікке бөліп, ортадағы 2 бисерімізден төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Сол кезде бізде мынадай төртбұрыш пайда болу қажет. Бұны жіпке қалған 2 бисеріміздің қасына жылжытып қоямыз. Енді инемізге 1 бисерімізді өткіземіз. Оны кері қарай қайтадан өтетін боламыз. Енді кері қайтқан кезде 4 бисерімізден де өтетін боламыз. Міне. 4-еуінен де өтеміз. Мындай болу қажет. Енді жоғары қарай жүру үшін біз инемізге 4 мм моншағымызды алатын боламыз. 4 мм бір моншағымызды алып, мына 2 бисер жақтан, 2 бисерден төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Инемізге тағы да 4 бисер аламыз. 4 бисер аламыз. Тоқымамызға алып келеміз, жақындатып. Сонда бізде бастапқыдай қайтадан 6 бисер болады. Міне. 2 бисер, 2, 2. Тағы да ортадағы 2 бисерден төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Болды. Дәл осы енді қайталана береді. 1 бисер аламыз. 4-еуден өтіп, кері қарай жүреміз. Үлкен моншағымызға тимейміз. 4-еуден өтеміз. Міне, болды. Қайталана береді енді. Үлкен моншағымызды аламыз. 2 бисерден өтеміз төменнен жоғары қарай. Қайтадан 4 бисер аламыз. 2, 3, 4. Қайтадан 4 бисерімізді аламыз. Тоқымамызға жақындатып аламыз да, қайтадан 2-еуін жоғары сырып қойып, ортадағы 2-еуден төменнен жоғары қарай өтеміз. Болды. Өзімізге керекті ұзындық пайда болғанға дейін дәл осы әрекетті қайталай беретін боламыз. Міне, болды. Бисер, мына браслетіміздің бір беті тоқылды. Енді екінші бетін қазір көрсететін боламын. Мен жібімді қиып тастайын, сіздер өздеріңізге ұзындық, керекті ұзындық қолдарыңызға өлшеп отырасыздар. Керекті ұзындық пайда болғанға дейін тоқи бересіздер. Мен екінші жағын көрсететін боламын сіздерге. Ол үшін жібіміздің ұшына тағы да стопорный бисер қоямыз. Бұл жіптен бөлек тағы бір жіп аласыздар, екінші жіп. Сол жіпке ұшынан 15 см қалдырасыздар. Стопорный жібімізді, бисерімізді қадайсыздар. Дәл осылай жасаймыз міне. 4, 5, 6 бисерімізді аламыз. Дәл жаңағы әрекетті қайталаймыз міне. 2, 2, 4. Ортадағы 2. Біреуін алып, кері қайтамыз. Міне. Енді мұқият болыңыздар міне. Кері қайттық. Енді біз мына жақта, мына жерге біз моншақ қыстырған едік. Ал дәл қазір біз моншақ қыстырмаймыз. Мына жерге қоятын кезде біз мынаны былайынан, жаңа былай тоқыдық қой. Енді былай аударып ұстаймыз да. Мынау ең бірінші моншағымыздан
ең бірінші моншағымыздан өтетін боламыз. Ең бірінші моншағымыздан өтетін боламыз. Міне, өттік. Төменнен жоғары қарай. Ең бірінші моншақтан өттік. Енді мына екі бисерімізден өтетін боламыз. Сонда міне, екеуі біріне бірі бірігетін болады. Тағы бір көрсетіп жіберейін. 1, 2, 3, 4. 4 бисерімізді аламыз. Жақындатып аламыз. Екеуін жылжытамыз. Екеуінен өтетін боламыз. Тағы бір моншағымыз бисерімізді аламыз. Кері қарай қайтамыз. 2, 4. Үлкен моншаққа тимейміз. Енді мына жерде екінші тұрған моншақтан өтетін боламыз. Төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Міне. Өттік. Енді мынау екеулік моншақтан тағы өтеміз. Міне, біздің жібіміз мына жақта. Мынаны тартқан кезде өзі орнына түседі. Енді қайтадан төртеуден жалғастырып кете береміз. Дәл осылай. Мына жағын стопорный бисерларды шешіп аласыздар. Байлап аласыз. Міне, көрінбейді, байлайсыз да. Мына жақтағы жіпке ине өткізіп, моншағымыз бисерімізден 5-6 өткізесіз, оны қарайсыз. Өткізіп, біріне бірін былай қарай айқастырып өткізіп, былай колечко жасайсыздар. Карабин қыстыратын колечкасын жасайтын боласыздар. Бары осы. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Істеріңізге сәттілік.